Сәлем достар, мен сіздермен бүгін бризольдің рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге керекті заттар фарш, картошка, мен пюре жасайтын боламын, фри жасасаңыздар да болады, жұмыртқа, ұн, тұз және кішкене сүт керек болады. Картошкамызды әдемілеп аршып, тазалап, жуып, қайнатуға қоямыз. Мінекей осылай ыдысымызға салып, үстінен суымызды құйып, астын жағып, аузын жауып, баяу отта қайнатуға жібереміз. Картошкамыз қайнап жатқанда ана жақта уже фаршымызды салып, үстінен тұзымызды қосып, бұрышымызды қосып, мен кішкене қара бұрыш қостым. Сөйтіп араластырып, біркелкі масса жасап, домалақ формаға келтіреміз. Енді жұмыртқамызды жарып, фаршымызды салып, то есть бір жұмыртқаға бір домалақ фарш кетеді сізде. Бір үлкен қасықтың көлемімен бірдей болу керек фаршыңыз. Осылай әдемілеп араластырып, біркелкі масса жасайсыз. Екеуін біріктіруіңіз керек, жұмыртқа мен фаршты. Содан кейін үстінен примерно бір шай қасықтың өлшемімен бірдей қылып ұн саласыздар да, оны де жақсылап тұрып араластырасыздар. Біркелкі масса шығу керек. Қазанымызды қойып, немесе сковородка болса сковородкаңызды қойып, астын жағып, осылай сармайды кішкене әдемілеп ерітесіздер, то есть сармай саласыздар. Содан кейін үстінен жаңағы массамызды араластырып отырып, әдемілеп құямыз табамызға. Және де вилкамен кішкене жайып жіберіңіздер. Өйткені қалыңдау болып кетсе, кішкене шикілеу болып қалуы мүмкін. Сол үшін вилкамен әдемілеп жайып жіберіңіздер. Аузын жауып 15 минутқа қоямыз осылай. 15 минуттан кейін аузын ашып, келесі бетіне айналдырамыз, төңкереміз. Сосын аузын жауып, тағы да бір 5 минутқа қоямыз. 5 минуттан кейін уже ала береміз. Дәл осылай тағы да дальше екінші, үшінші, төртінші бризольдарымызды дайындап пісіріп аламыз.
мына жақта картошкамыз уже пісті. Картошкамызды отдельно басқа ыдысқа осылай сүзіп салып аламыз. Картошкамыздың үстіне бағанағы суынан кішкене құясыздар. Андай кішкене үлпілдек әдемі болып тұрады сол кезде пюрелеріңіз. Одан кейін үстінен сармай қосамыз осылай, және де сүт қосамыз. Содан кейін жақсылап отырып осылай езіп, әдемілеп біркелкі қылып тоже араластырамыз. Однородный масса шығу керек бұда да. Жақсылап араластырыңыздар. Мінекей картошкамыз, бризоліміз бәрі дайын. Енді жинауға кірісеміз. Жаңа бризолімізді алып, осылай майонез жағамыз, кетчуп жағамыз. Ішіне салма салсаңыздар да болады, то есть помидор, огурцы деген сияқты. Мен тек майонез бен кетчупты ғана жақтым осылай. Сосын осылай орайсыздар әдемілеп. Содан кейін екінші бризольді тағы осылай жасадым. Содан кейін қасына әдемілеп пюремді формаға келтіріп қасына қойдым. Бұл жерде енді фантазияларыңызды қосасыздар, сіздер қандай қылғыларыңыз келеді деген сияқты. Және де бризольдің бетіне осылай майонез бен кетчуппен әдемілеп сурет салдым. Мінекей бризоліміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, подписка жасап кетуді ұмытпаңыздар.